Алтын салқын тақырыбы баскетбол. Соның ішінде баскетбол допты алып жүру. Сол тақырып бойынша біз сабақ береміз. Алсын. Қазір спорт келгеннен кейін денсаулыққа дұрыс па? Балалар байлауы бар? Баскетбол сабағында темірқап қауіпсіз кезде сақтаймыз. Яғни дұрыс қолданамыз. Кейбір балалардың саусақтары қайырып кетеді. Сол дұрыс қабылданған себептерден пайдаланады. Сол себепте әр жаттығуды құтты орындаймыз. Бірінші денен қызу жаттығуларды орындаймыз. Яғни аяқ күшімен жүреміз, аяқ күшімен жүреміз дегенде сол кезде жаттығуларды орындаймыз. Одан кейін барып алдымен сақтық жаттығуды орындаймыз. Онда
Ережелерді қызықтырған басқа ойын.
Basketbol ойнайды. Ал енді мен спортқа кетейін. Спорттың бәрі жақсы. Оны бірақ білуіміз керек. Баскетбол болсын, волейбол болсын, футбол болсын. Оның бәрін осы сабақта өтіп алды. Бірақ осы сендер 5-ші А сыныбы баскетбол ойыны икемсіздер. Сол себептен сендерге баскетбол ойыны көбірек үйретіп жатыр. Енді келесі ертең olan айларын баскетбол үйірмесі өтеді, соларға қатысасыздар. Келесінде азат ойнысы бар. Түсінерге сүйегіңізде, сендер уже азатта келесіңдерді баскетбол ойына жолына қарсы аласыз. Қазір келесіңдерді сабақтар қолданып кешке столдан босамай, түнді адамдарға жібермей, сол себептен келуге ұйымайды. Баскетбол емес дейді, азат болады. Түнерек кешін жақтауға. Жоқ бар, баскетбол бар, волейбол бар, жоқ бар, футбол бар. Сұрақтар бар ма? Бұдан да келесі сұрақтар. Әдемі спорттың қай болсын жақсы, яғни